Ағайынды қайырлы күн оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазір таңда кезек сатылымдағы жер үйге келіп тұрмыз. Енді келіп тұрған районымыз бұл Тасбөгет районы. Мұстафа Шоқай 72 адресі бойынша осындай қолжетімді бағада жер үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер, сіздерді қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Бұл үйге мән бермеңіздер, бұл басқа үй. Біздің үйіміз міне осы сатылымдағы үй. Қазір тұрған жерін көрсетейін. Енді сіздерге бірінші Тасбөгет районы, Тасбөгеттің шет емес, дәл кіре берісінде орналасқан. Тасбөгеттің шет жағына қарай кетіп қалмайсыздар. Міне, мынау дәл алдымызда, есігіміз алдымызда қоғамдық көліктер қатынайды. Алдымызда тұрған 17-ші қоғамдық көлік. Тасбөгеттің дәл кіре берістен кіргеннен кейін светофордан солға қарай бұрыласыздар. Сәл жүргеннен кейін осы двухэтажды үйлерге қарама-қарсы үй. Қарама-қарсы анау Наргиза деген магазин бар. Қарама-қарсы Аружан деген магазин бар. Мына жерде тағы магазин бар. Мынау жаңағы басты көшелердің бірі. Көп адам көлік қозғалысы көп жүретін орыннан үйіміз міне осы жерде орналасқан. Алдағы уақытта кәсіп ашсаңыздар да қолайлы жерде. Енді жүріңіздер аулаға қарай өтейік. Үйіміздің дәл жанында мына тұста 11-ші мектебіміз орналасқан. Үйіміздің сырты осындай әдемі қара дарбаза қойылған. Ауламыздың көрінісі осындай стяжка төселген. Бұндай баға квартиралар сатылып жатыр қазір. Лучше квартираның орнына менің ойымша осындай әдемі жер үй алған дұрысырақ деп ойлаймын. Өзіңіздің аулаңыз болады кең. Алдағы уақытта мына жерге жер үй салып алсаңыздар, жері үлкен, және де мына тұста времянкамыз де бар. Үйімізге қазір таныстыратын боламын сіздерді. Асықпай қарап алыңыздар. Енді жүріңіздер. Үйдің ішіне кіріп, сіздерді проектісімен таныстырайын. Ал енді міне бұл үйіміздің ішкі көрінісі. Енді сіздерді бөлмелердің барлығымен қазір таныстырып шығатын боламын. Міне бұл үйіміздің кіреберіс аймағы. Кіреберістің сол жағында осындай әдемі қол жуатын орынмен киім ілетін шкафымыз қойылған. Жалпы үйіміз жөндеу жұмысынан өткен. Енді бұрынғы газ ғой. Бұған мән бермеңіздер. Қазір үйіміз автономдық газбен жылиды. Тамақ та осы жерден пісіріледі. Ресторанымыз бар. Енді кіргеннен кейін турамызды бұл үйіміздің ас ішетін орнымыз, тамақтанатын орнымыз. Жалпы жаңа айта кеткенімдей, бұндай баға квартира алғанша өзіңіздің осындай керемет жер үйіңізді алыңыздар. Алдымызда тұрған бұл холл, осы холлдан бөлмелер тараған. Өздеріңіз келіп асықпай көрсеңіздер де болады. 2 жатын бөлмесі бар. Міне бұл бірінші жатын бөлмесі. Мына тұста үйдің қонақ бөлмесі. Қонақ бөлмесінде осында 2 тереземіз бар. Тереземіз жаңағы Мұстафа Шоқай көшесіне қарайды. Мұнда үйдің 2-ші жатын бөлмесі. Жалпы осы үйіміз сатылымда. Толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласып толық ақпарат біле аласыздар. Рахмет, сәтті саудасы болсын.